Саламатсыздар ма? Бүгін осындай булочка пісіріп үйренеміз. Ол үшін бізге сүт керек, ұн керек, сармай керек, бір жұмыртқа жарайды, шекер, шемішкі май, дрожж, сухой дрожж жарайды. Міне ең бірінші апарға дайындап алу үшін жылы сүтімізді құйдық. Оның үстіне бір қасық, ас қасық шекер салдық және ас қасық дрожж салдық. Осыларды араластырып, бір 10-15 минутке қойып қойсақ болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Басқа ыдысқа бір жұмыртқаны жарып алдым. Оның үстіне тұз салдым және 2 қасық шекерімізді салдық. Рецепттегі 3 қасықтың 2-еуі осы жаққа кетеді. Және шемішкі май кішкене құйып жібердім. Барлығын кішкене араластырып, манағы қойған апарымыздың міне түрі осындай. Көпіршіктеніп, жұмыс жасап жатқаны дрожждың көрініп тұр. Осындай болған кезде бәрін араластырып, жақсылап араластырып аласыз да, ұнды елеп, үстіне бастап араластыра бастайсыз. Неге елеп алатын себебі, өйткені ұнның арасы ашылады, тазалық ретінде ішіндегі заттар болса, ұсақ-түйек заттар қалып қояды. Міне осындай жақсылап араластырып, енді біркелкі болған кезде қолмен былғай бастайсыз. Қолыңызға жабыспайтындай қылдырып, кішкене шемішкі май қолыңызға құйып алып, жақсылап араластырып, иілеп, бетін жауып қойсаңыз болады. Міне бетін жауып, шамалыдан кейін тағы да басып қойдым, өйткені арасында углекислік газ бөлініп, олар көтерілуге кедергі келтіреді. Сондықтан көбірек бассаңыз, көбірек көтеріледі. Міне осылай жауып тұр. Енді дайын қамырымыз міне көтерілді. Енді осы дайын қамырымыздан өзіңізге ұнайтын формадан жақсылап булочка істеп бастайсыз. Жасайтын жұмыс орнымызға ұн сеуіп алдық. Соны енді мына булочка жасайтын қамырымызды кішкене бөлшектерге бөліп, кішкене көтеруге қалдырамыз тағы да. Өйткені бізге піскен кезде өте воздушный дейді, үлпілдек болып пісу үшін кішкене жақсылап көтерілгені жақсы. Осылай кішкентай кусок қылып турап қойдым, бөліп тастадым. Міне қазір көресіз, барлығын турап тастап жатырмын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Міне осындай қалдырып, кішкене көтеріп алдым. Енді өзіме ұнайтын формалар жасап, духовкаға салуға дайындай бастаймын. Мына жерде қамырды оқтаумен жайып алдым. Сосын кәдімгі сливочный сары майды жағып бетіне. Үстіне шекер саламыз қазір. Сары майды ертіп алдым, көріп тұрғаныңыздай. Сары майға жағып, шекер жағып, үйде ванильный сахар болса, соның дәмін келтіру үшін оны да сеуіп жіберсеңіз болады. Осындай қылдырып, бүктеп, өзіңізге ұнайтын форма жасап алсаңыз болады.
каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыз. Беті қызару үшін жұмыртқаның болуы міндетті түрде емес, шекермен суды езіп бүркесеңіз де беті қызарады. Барлығын духовкаға салдым. Міне духовкада пісіп шыққан булочкам үлпілдеп, арасы ашық, барлығы піскен. Міне осындай булочкалар дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Қарағандарыңызға рахмет.